Мына ғимарат жайында естігендеріңіз бар ма? Алматыдағы елестер қаптаған үй деп айтады. Осы жерден өткен, кеткен, осы жерде тұратын кісілердің айтуынша, бұл жерден дауыстар шығады екен әртүрлі, көрінеді екен әртүрлі нәрселер. Қазір ішіне кіріп көретін боламыз. Жан-жағын көрсете кетейін. Мына жерде өзен бар. Енді керемет таудың бөктерінде орналасқан. Ағаштар, гүлдер, жанында мынандай тас жол бар, керемет. Мына жағында шатырлар бар. Арнайы демалыс аймақтарын жасаған екен. Осы ғимараттың. Мына жерде медеудегі елестер қаптаған үй деп айтады бұны. Қазір ішіне кіретін боламыз. Міне сол үйдің жанындағы өзен. Енді керемет ағып жатыр мына жақта. Табиғат керемет. Үйдің ішінде бір қыздар отыр екен. Қазір барып сұрап көретін боламыз кіріп. Қарағайлар мұнтақтай керемет. Үйге кіріп бара жатырмыз енді. Үйдің құрылысы енді керемет. Өте сапалы салынған. Тастармен қаланып тұрып. Қараңыздар. Сапасы енді өте керемет. Материалды аямаған екен. Бисмилля. Ассаламу алейкум деп кіреміз. Фалақ сүрелерін оқып тұрып, аятыл күрсін. Мына жерге сатана деп жазып тұрған екен. Орыстар жазып қойған ғой. Я вас ждал деп. 5 жұлдыздар қойыпты. Әртүрлі жазулар жазған. Күл қоқыс болып жатыр екен мына жерлерде. Ондай таңбаларын қалдырып қойыпты. Мына жер ары қарай кіретін жол жоқ екен. Қазір мына жағына кіреміз. Ең бірінші ошақтарын көрейік. Қараңғы, ештеңе көрінбейді. Тупик, ары қарай жүретін жол жоқ. Былай қарай көреміз қазір. Спаси дейді. Крестерін қалдырып. Мазақ етіп, әртүрлі сөздер жазған екен. Жаңа мына жерде қыздар отыр еді, көрінбей қалды. Бұл жағына жақта жүр ғой қыздар. Қалай кетіп үлгерген, а? Жаңа осы жерде отырған қыздар еді. Екінші этажында. Мына темірлері де өте сапалы, қарап отырсаңыздар. Кірпіштері де енді бұзылмай енді. Сол күйі сақталып тұр. Мына жағын көрейік қазір. Мына жағында подвал бар екен. Подвалға кіреміз қазір. Бізбен бірге болыңыздар. Мына жағында екінші этаж бар. Екінші қабатқа да көтерілеміз қазір. Мына жақтан сыртқа шығатын орын бар екен. Үйдің сыртына шығып кетеді екенсің. Қазір ішке кіріп көретін боламыз. Мына жақтан қазір екінші қабатқа шығатын жол сияқты. Қазір көретін боламыз. Мына жақта не бар екен? Былай қарай жүрейікші. Ары қарай тупик сияқты. Мына жақтан өреміз. Мына жерде баспалдақ аяқталмай қалған екен. Қазір екінші қабатқа шығып, екінші қабат түсіретін болған. Міне сол аяқталмай қалған баспалдақпен шықтық. Бұл екінші қабат. Екінші қабаты осылай екен. Әртүрлі жазулар бұл жерде.
от жағып отырған сияқты адамдар. 3-ші қабаты бар екен тіпті. Құрылысы бітпей қалған бұл жердің. Толық. Не себепті бітпей қалған? Төменде жазып кетіңіздер. Балконнан көреміз осылай. Керемет жерде орналасқан, енді әңгіме жоқ. Қазір мына жағын көреміз. Өзберге қара бірден салып қойыпты. Пустата дейді. Зомби дейді. Мына жерге де салып қойыпты. Мынандай знак. Білетін шығарсыздар, көп жерде бар знак қой. Кішкентай балалар келген сияқты бұл жаққа. 3-ші қабатты түсірмей-ақ қояйық. Барлығы көрініп тұрған сияқты. Қазір подвалына түсеміз. Төмен қабат түсіретін боламыз. Мына жақта да есік бар екен. Қазір көреміз осы жақта не бар екен. Бұл сыртқа шығатын. Сыртқа шығып кететін есік сияқты. Жаңағы сыртқа шығатын есік екен. Мына жердің ауасы енді керемет енді. Таза ауа. Қарағайларды қараңыздар, қандай керемет көрініс. Енді әңгіме жоқ, керемет жерде орналасқан екен. Гүлдер міне. Қазір подвалын көреміз енді. Міне подвалға кіреміз қазір. Бұл жер подвал емес екен. Осымен бітеді екен бұл жер. Міне подвалы. Мына жақтан асфальтақ бар екен. Қазір подвалын көреміз. Не бар екен? Кәдімгідей қорқынышты мына жер. Жүзілесіп қойыпты. Қоқыстар. Басқа ештеңе жоқ. Міне үйдің тағы да бір подвалы. Жер асты. Қазір көретін боламыз тауып. Ағаштар мына жерде. Бұл жерлердің бәрі қоқыс. Бұл да жер асты подвалы екен. Адамдар отқан сияқты бұл жерде де. Цементтер жатыр екен мына жерде. Құрылысы бітпей қалған. Бірақ өте сапалы салынған. Бұл ғимаратты кадастрдан қарап көрдім. Бұл ғимараттың ешқандай егесі жоқ. Әртүрлі аңыз әңгімелер бар. Осы үйдің егесі салып жатқан кезде тиіскен деген сияқты жан-жабырлар. Одан бөлек құрылысшыларға тиіскен, сол себепті ешкім салмай қойған бұл жерге деген сияқты өте көп аңыз әңгімелер бар. Бірақ осы медеудегі елестер қаптаған үй заңсыз салынған. Сол себепті толық құрылысы бітпей қалған. Қазір ауада тұрған, ешкімнің иелігінде жоқ ғимарат екен. Бірақ енді осындай жатқан, иесі жатқан үйде жан-жабырлар кіріп алады ғой. Сол себепті осы жерде көріп жатқан кісілер, естіп жатқан дауысы әртүрлі. Шын шығар енді. Бар шығар ішінде. Жалпы ғимарат керемет жерде орналасқан. Таудың бөктерінде ағаштар, мына жерде керемет өзен бар. Табиғаты керемет жерде орналасқан. Жан-жағының барлығы тау. Ғимараттың өзінің сапасы керемет салынған. Өте сапалы материалдармен салынған. Жалпы ақпарат болсын деп түсіріп жатқан жайым бар. Өзіме де қызық болды.
көптеген аңыз әңгімелер болғандықтан келіп түсіріп жатырмын да осы жерді.